Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін сіздермен Дикая история фильміне шоу жасаймыз. Елена есімді жарқын, сұлу қыз Мадрид көшесінде телефон арқылы құрбысымен әңгімені ұрып бара жатыр. Кенеттен бір цыган әйел келіп, оған бір өсімдік бұтақшасын созып амандаспақшы еді. Қыз оған мән бермеген соң, оған әбден қарғыс айтады. Қыз иә деп елемей ары қарай кетіп қалады. Қыздың телефоны отырып жатыр. Артына қарап қалса, кішкентай барды көреді. Пивалатып отқан хипстер, үстінен иіс шығып тұрған мүсәпір, кішігірім бизнесмен. Қыз іштей бұл жерді менсінбесе де, амал жоқ. Ішке кіріп барменнен кофе мен зарядтағыш сұрайды. Еркек оған тола, араласып шатасып кеткен сымдар алып келіп береді. Сатур мен Елена қажетті заряд сымын іздеп жатқанда, арқаларынан есіктен салмақты аузын жауып жөтелген бір еркек бірден ары қарай туалетке қадамдап кетеді. Сол мезетте бардың қожайын әйелі Ампара: "Мырза, бұл жерде тапсырыс берместен жайдан-жай туалетті қолдануға болмайды" деп ұрсып беріп, көмекшісіне ана еркекті тапсырыс бермей бұл жерден шығарма деп ескертеді. Барда у-шу мен хаос басталады. Әрқайсысы өздерінің проблемалар жайлы айтып, тапсырыстарыңызды жылдам алып келіңіздерші деп сұрайды. Клиенттердің бірі күтіп шаршап, ол жерден кетіп қалады. Кенеттен сырттан дүбірлі атылған оқтың дауысы шығады. Барлығы жетіп келіп қараса, әлгі ошшан кетіп қалған еркектің өлі денесін көреді. Бірден паника басталады. Барлығы айнаға жабысып, не болған түсінбекші болып, атыс қайдан жасалды екен деп жан-жаққа қарауға кіріседі. Бірақ көшеде бір жан жоқ. Барлығы өліп қалғандай. Сатур басқаларына не болды деп қоңырау шалайын деп еді, бірақ желі мүлдем ұстамайды. Құлағында құлаққа бар Начо не болған бірден аңғара қоймайды. Тек іштегі қоқыс жинаушы сыртқа шыққанда ғана артынан еріп қарап еді. Байғұс еркектің де басына оқ дәл тиіп, ол да мерт болады. Барлығы не болып жатқанына бастар жетпей жерге жатып алады. Үй жоқ мүсәпір еркек сыртқа шықпақшы болып еді, бірақ Ампара: "Жаным балам, отшы бір жерді қысып" деп өтінеді. Басқалар ТВ қосып еді, ол жақтан әдеттегі ТВ шоу, кинолар көрсетіліп, жаңалықтан қазіргі жағдай жайлы ешқандай сыбыс та жоқ. Трини есімді әйел артқа қарап қалып еді, сөйтсе әлгі өлі денелер ғайып болып кетіпті. Тіптен іздерде қалмапты. Не істерлерін білмейтін бір-бірлеріне бейтаныс адамдар ауыздары жабылмай ұрса бастайды. Тіптен бұл іске сенің ананың қатысы бар деп бір-біріне жала жабуға кіріседі. Ал біреу бұл жерге жарылғыш құрылғы қойып кетсеші деген оймен де бөліседі. Сол сәтте Начо сөмкесін алып столдың артына қоя бастап еді, бір бизнесмен: "Қараңдар, бомба оста" деп оны айыптап, жабылып оны ұстап алады. Сөйтсе оның ішінде жігітті миллионер қылатын қарапайым қатқыл диск жатыр екен. Енді ол жай ғана пайдасы жоқ сыныққа айналып кетеді. Артынша бүкіл назарын бизнесмен еркекке аударады. Өйткені оның дипломат чемоданы бар екен. Бірақ қалғаны жабылып оны алып ашып қалып еді. Сөйтсе Серхио террорист емес, керісінше нәзік жандыларға іш киім сататын саудагер болып шығады. Олардың әңгімесін тоқылдатылған есіктің дауысы бұзады. Сөйтсе барлығы ішке кіріп кеткен семіз еркекті ұмытып та кетіпті. Есікті ашып, унитазда жартылай есін білмей жатқан еркекті көреді. Ал оның хәлі тіптен нашарлап, залға шығарып еді, онымен біртүрлі нәрсе бола бастайды. Оның көзі ағарып, беті мен денесі әбден ісіп, күлдіреулермен қаптап кетеді. Жерге құламай тұрып, "Маған тиіспеңдер" деп ескертеді. Кенеттен барға бір көлік жағындаған көреміз. Барлығы "Енді бізді құтқарады" деп қолдарын көтеріп қуана бастайды. Бірақ оның ішінен кафедегі адамдарды байқамағандай қара маскалы адамдар шығып, ескі доңғалақ тыстарын топырлап жинап, оны өртеп, жүк көлігі дереу кетіп қалады. Соларда телевизордан Мадридте орын алған оқиға жайлы айта бастайды. Бірақ онда қаланың кейбір аумақтарында кездейсоқтан пайда болған өрт жайлы ғана айтылады. Елена мен Начо семіз еркектің телефонын тауып алып, оның әскери болып, жақын арада Африкадан оралғанын анықтайды. Барлығы жиналып, еркек Африкадан вирус алып келгендігінен билік оған қатысы бар адамдардың барлығын қырып жатыр деген түйінді жасайды. Ұжымда тағы да паника басталып, топ екіге бөлінеді. Семіз еркекке тиіскендер мен оған жақындамағандар. Нәтижесінде Ампара өзімен екі клиентін қауіпсіздендіру үшін денеге жақындағандардың барлығына қарумен сес көрсетіп, жертөлеге құрыңдар деп қуып жібереді. Ол жақта Сатур канализацияға алып баратын кішкене тесікті байқап қалып, бұл біздің жалғыз мүмкіндігіміз деп шешеді. Бірінші қадамда мүсәпір бастайды. Оның денесіне май құйып, зорға оны миттай тесікке тығып жібермекші болады. Бірақ сәтсіз, еш нәрсе шықпайды. Байғұс кіре алмағаны бер тұрсын, ол жерге тіптен тіреліп қалады. Трини
истерикаға беріліп деп соңында қатты шыңғыра бастайды. Бірақ әйел бірден аузын жаба салады. Себебі жоғарыдан біртүрлі қадамдар мен сәлден соң атыс естіліп, оларды шошытып жібереді. Төбеге қараса, жоғары қабаттан түтін шығып, ол жер өртеніп жатқандығын түсінеді. Уақыт жоқ. Түтіннен тұншық өліп қалмас үшін жедел түрде тесікке тіреліп қалған мүсәпірді тартып, ол жерден қашу амалын істемекші болады. Барлығы тынышталғанда Сатур жоғарыға жай көз тастап қояды. Барлығы көтеріліп, сыртта біреу айналарды жауып жатқандан көріп, есік арқылы шыға алмайтындықтарын түсінеді. Жанып кеткен заттар арасынан кенеттен телефонның дауысы шығады. Елена семіз еркектің телефонын тауып, SMS-тен еркек шынымен де ауру болып, кафеге өзіне антидот салу үшін келген екен. Ода тағы да бірнеше антидот бар екенін түсініп, өздерде ауруға айналмағанша, оны өздеріне салып алуды ойластырады. Сатур бөшкені тексереді, бірақ одан түк таппайды. Сөйтсе препарат мүсәпірдің қолында екен. Іздеуге жақын еркек антидотты семіздің денесінен емес, ол кірген әжетханадан іздеу керектігін түсініп қойған екен. Мәз еркек антидотты басқаларына бере салуға асықпайды. Өйткені ішінде 5 адамға 4-ақ дәрі бар екен. Басқалары алып қоймас үшін бірінші уколды өзіне салуды шешеді. Ерегіс кезінде укол салынған термос жертөлеге түсіп кетіп, басқалар мүсәпірді сабырға түсірмекші болған сәтінде Трини төмен түсіп, қолжаны алып алмақшы болады. Бірақ бинттелген қолының кесірінен ебедейсіз әйелде оны түсіріп алады. Жерге болса мақұл ғой, бірақ ол кіріп шықпағыр канализацияға түсіп кетеді. Хасанда дәресі тұрған ба, білмеймін, байқұстардың әйтеуір жолдары болмай жатыр. Сәлден соң жиналып, оны алмасақ болмайды. Бірақ бізге өте арық адам керек деседі. Барлығы назары Еленаға ауысады. Қыздың үстіне тағы да май жағып, күштеп тұрып, төменге итере бастайды. Арық қыз астына түсіп, колбаны қолға түсіріп, жоғарыға беруден бас тартады. Себебі оны оларға тапсырса, оған түк қалмайды. Қалса да, оны жоғарға қайтадан тартып алатын жан жоқ сияқты. Басқалар оған енді қалай жетеміз деп ой талқыға түсіп жатқандарында қыз колбаны бір жерге жасырып қояды. Сөйтсе, көттері сыймай жүрген канализацияның тесігін жай ғана балтамен ұрып бұзып тастауға болады екен. Тесігі үлкейген соң, еркектер қиналмастан төмен түсіп алады. Сол арада тағы да ұрыс басталады. Өйткені қалған 3 уколды 4 адам арасында бөлу керек. Ана шақта өзіне укол салған мүсәпір де төмен түсіп, шығу жолын іздемекші болып, канализацияның ішінде адасып кетеді. Ызаға берілген адамдар бір-бірлерінің көттерін аша бастайды. Сатур Тринидің құмар ойындар ойнайтындығын жұртқа жар салады. Ашуланған әйел Начодан тапаншаны алып, құрыңдар деп, өзімен өзі кетіп алып, көп ұзамай арғы жақтан атылған оқтың дауысын естиміз. Енді үшеу ғана қалғанда Елена еркектерді жасын тұрған антидот орнына алып келсе, уколды асықпай салып, сыртқа шығып кетуге болады. Бірақ жерге түскен тиындардың дыбысы олардың назарын бөліп, олар дыбысқа еліктеп кетеді. Олар ол жерден көзіне тиын қойылып, өлі жатқан Тринидің денесін көреді. Сөйтсе, бұны істеген шатыр кеткен мүсәпір екен. Ол адамзат көптен бері лайық болып жүрген жазасын тарту үшін жоғарға ешкім шықпау керек деген ойға келеді. Сатурды бір соққымен арғы дүниеге жіберіп, қалған екі кейіпкердің артынан қуа бастайды. Елена арғы жақтан жарық көріп, ескі темпешекке қарай жүгіріп кетеді. Начо артынан қала қоймайтын мүсәпірден әрең қашып, қыздың артынан көтерілген сол еді. Қыз уколын түсіріп алады. Байқұстардың жол болмай, шлюз тіптен ашылмай қалады. Сол сәтте жігітті мүсәпір өзімен тартып кетеді. Бірақ өліміне кезікпес бұрын жігіт өзінің уколын қызға беріп үлгереді. Ворота в рай уже открываются, гребаный ублюдок. Қыз ақыры люкті ашып сыртқа шығады. Үсті нәжіс сасып кеткен лас кір әйелге барлығы біртүрлі қарап кете береді. Олардың ішінен жалғыз әйел ғана: "Жаным-ау, саған ешкім көмектеспеді ма?" деп оған өзінің киімін кигізіп еді, бірақ барлығы оған күдікті көзбен жалт-жалт қарап, еш мән бермейді. Қыз не болса да барлығын өзі басынан өткеруі керектігін түсініп, ары қарай жүріп кетіп бара жатып, ол бүгін кездесуі керек болған жігітті көріп, оған мән бермей жолын жалғастырады. Бір күн бұрын көшеде мейіс болып жүрген сұлуымыз келесі күні сасып кеткен денесімен басқа қиындық түскенде адамдар неге айналатынын түсініп, өмірден үлкен сабақ алады.